Қазіргі адамзат Нұхтың 3 ұлынан тараған. Нұхтың топан суы шамамен осыдан 5000 жыл бұрын туылған. Осы топан судан соң адамзат дерлік қырылып кетті. Ал бүгінгі адамзат Нұх пайғамбардың 3 баласы Яфес, Сәм және Хамнан тарады. Яфестан түрік, моңғол, Қытай, Корей, Жапон, Тибет, Малай, славян, шүршіт сияқты азиялықтар тарады. Сәмнан европалықтар, үндістандықтар, парс, араб, еврей, афғандар тарады. Ал Хамнан қара түсті адамдар, африкалықтар, негрлер тарады. Ертеде түрік, моңғол, Қытайды Яфестің оғландары деп атаған. Яфес өзі пайғамбар болған. Түрік, моңғол, Қытайдың бірден бір білінген пайғамбары осы Яфес Хазірет. Ал парсының Сирусы мен Мәние, гректің Аристотелі, Қытайдың Кунзысы, ғұндардың Мөде қағаны, түріктердің Тоны көгі әулие өткен тұлғалар. Тарихтағы Александр Македонский болса, Ескендір Зұлқарнайн еді. Ол патша және пайғамбар болған. Оны жаман көрсеткен кейінгі адасқан адамдар еді. Ескендір, Қызыр және Ілияс үшеуі өлместің суын іздеп жолға шығады. Қызыр, Ілияс пайғамбарлар оны тауып, қияметке дейін өлмейтін болды. Ал Ескендір оны таба алмай, қайтыс болды. Яфестен соң оның ұлы түрік Яфес ұрпақтарына хан болды. Ол жер шығысының патшасы делінді. Европалықтар, еврейлер, арабтар Ибрахим пайғамбардың ұрпағы. Олар түрік. Қытайға қарағанда жас қауымдар. Олар түріктің 10-ші ұрпағының тұсында пайда болды. Жапондар да жас қауым. Эскимостар Американың Амазонның үнділері де Ефестің адасып бөлініп кеткен ұрпақтары. Сәмнің Лут қауымы ер-ерге шауып азды. Ал Жебрейіл періште ол қауымның тұрған жерін аспанға тік көтеріп, жерге аударып жаба салды. Олар түгел қырылды. Орнына өлі теңіз пайда болды.